Мен Жайлыкөл ауылының зейнеткерімін. Жамбыл облысының құрметті азаматымын. Бізге осындай аурухана салынған, бізге врач керек. Ауруханамызға дәрі-дәрмек керек. Осындай врачсыз болмайды екен бізге. Сондықтан врач керек бізге. Осы ауылдарыңызға бір келін түсті деп естідім. Қазір Алматыда екен. Соның жағдайын түсіріп беріңізші. Сол Не болып жатыр? ауылымызға бір келін түскен врач тұғын. Сол врачты өз ауылымызға алғымыз келеді. Сондықтан бізге осы келінді врач қылып берсеңіздер сұранамыз. Билікке шығып көрдіңіздер ме? Аудан басшыларына, аудандық аурухана басшыларына. Аудан басшылары, аудандық аурухана басшылары біледі бұл жөнінде, хабардар. Ал неліктен енді келіспей отыр? Қазір уже келін болып түскенде қанша? 3-4 ай болды ма? Болды, 3-4 ай болды. Не себеп деп ойлайсыздар? Шешілмей жатқаны. Білмедік, енді бізге жібергісі келмеді ма, білмедіңіз. Біресе байқадамға бар деп айтты дейді. Бізге негізгі Жайлыкөлге келіні болғандықтан Жайлыкөлге керек бізге. Алла амандығын берсін. Бір ауырып қалған жағдайда не істейсіздер сіздер? Балалар ауырады, өздеріңіз. Ауырып қалған жағдайда біз жеткізу қиын, жер шалғай. Ол Таразға жеткізу керек бола ма, Жаңатыққа жеткізу керек бола ма, скорыйымыз ескілеу, кейде бұзылып қалады. Сондықтан бізге врач керек ауылға. Осындай. Аузымызға түсіп тұрған келінді өзімізге врач қылып берсеңіздер деп сұранамыз. Есіміңізді бәрін айтып берсеңіз, фамилияңыз бәрін. Мен Жайлыкөл ауылының тұрғыны Дәулетов Әлмахан, зейнеткермін. Осы ауылда тұрғаныма қазір мына 70 жыл. Өзім 70-80 келдім. 70 жылдай болды тұрғанымызға баяғыдан. Енді баяғы үкіметтің несімен мынау адамның денсаулық керек қой соған. Мына ауылымызға жақсы ел қатарлы жақсы больница салып берді, емхана. Сол енді емханамыз бос тұр. Бір-екі медсестра қыздар бар. Одан басқа главный врач жоқ. Главный врач болмағаннан кейін ауру сырқау нелер көп болады. Жаңа айтып отыр. Біздің ауылға бір жігіттеріміз келіншек алып келген, ол врач. Ол врачқа енді біз үгіттеп нағылдық, аудан басшылар, депутаттар бәрі белгілі естіп отыр. Оған ақсақ, оған бері келетін болса, жаңағы жасыны келмейді дейді, подъемный ақша берсе, ол келіншек келгісіге бар. Подъемный ақшаны бергісі жоқ. Осы мәселе осы подъемныйда болып отыр ғой. Подъемныйда отыр. Соған жасын келді дейді, анау-мынау дейді. Соған подъемныйға жәрдем берсеңіз, ауданның әкімі болсын, жаңа жергілікті нелер болсын, біз сұранысымыз осы. Көлігімізде жаңағы больницаның көлігі ескірген 10 жылдан асып кетті. Бірде нағылады, әнінде бір келіншектерді апарып, толғатып нағаны жолдың құмның ортасында. Жаңатастан алдым доғдырлар шығып, соны алып кетті. Мәшиненің өзі жолда қалды. 2 күннен кейін қайтадан сүйреп келді. Сол сияқты врач болып нағылатын болса, жағдайдың бәрі сонда реттеліп отыр. Врач болғаннан дәрі-дәрмек те жоқ, не де жоқ. Енді біздің айтар сөзіміз сол, бізге сөз жәрдемі, қол жәрдемі сол врачқа ыңғайланып, соған жәрдем берсеңіздер, біздің тілегіміз осы. Енді біреу ауырып қалса, басқа не қылып қалса, не істейсіздер сонда? Қайқа хабарласасыздар? Жаңатасқа кетеді, одан басқа жаңа машина жарап тұрса. Машина жарап тұрса, жаңа жеңіл мәшінелермен жалдап сояққа барады, одан басқа не істейді? Басқа санаусеміз жоқ, неміз жоқ. Ал күрделі, мысалы мен енді естіп жатырмын, өткенде 11 жасар бала қайтыс болды дейді. Одан Қамқалда бір медсестра мектептің қайтыс болды. Сол адам өліктері болып отыр ма бұл жерде? Енді бірең-саран болып жатыр ғой, оның бәрін солай бергендер. Оның бәрі ауданда, врачта бәрі де естіп отыр ғой, бәрі де біліп отыр. Сол өліктер неден болып жатыр деп ойлайсыз? Оған кім кінәлі, біреу кінәлі деп айта алмаймыз енді. Доғдыр болса, көлдердің бірінші помощын берер еді ғой. Иә. Басқа не дейміз енді. Медсестралардың қолынан келген істеп жатыр, олардың енді өте сауатты врач емес қой, былай істейтін. Иә, құрметті ауыл тұрғынның атынан сөйлеп отырмын. Осы жерде тұрғаныма 54 жыл болды.
кім келіп кім кетпей жатқан ауыл, бірақ ауылдың көркейтеміз деген программа бар. Бізде ондай программа болып жатқан жоқ. Әркімнен көмек сұрамаймыз, өз көмегіміз өзімізде, бірақ бізге өте қажетті. Мен Әбзелқызы Ділдә деген кісімін, пенсионермін. Ауылдың мектебінен басқа бетімізге қарап отқан нәрсе жоқ. Клубымыз бар, неміз бар, бәр жағдайымыз жақсы. Бірақ бізге бір нәрсе жетіспейді. Ауыл тұрғындарына врач жетіспейді. Ешкім келгісі келмейді. Алыс, ойға барғымыз келмейді деп. Оның үстіне біздің көлік жағы мәселеміз де дұрыс емес. Әркім жеңіл мәшинесін жалдап барады. Соқыр шөк болып жатыр табанда. Балалар ауырып, неше түрлі аурулардың көп қой қазір аурудың түрлері. Соған бізге мүмкіншілігіңіз болса, бір жас келін кеп түсіп еді Алматыға. Осы ауылдың бірақ тұрғыны. Ол жағдайы жоқ бұл жерде, үй жоқ, жайы жоқ. Ол үйді де тауып берерміз. Бірақ біз қаржы жағынан оған көмектесуге шамамыз келмейді. Соны бәріңіз ескеріп, аудан болып, аужан болып, ел болып, жұрт болып, бізге бір врач берсеңіздер деп өтініш айтамын. Өтінішімізді қабылдасаңыздар, тұрғындар, ауылдың тұрғындарының атынан айтайын. Жалғыз маған емес, бүкіл халыққа керек, елге керек. Елеусіз қалған ел болмайды ғой. Мына жеріміз жайлау көл деген бүкіл Қазақстанға әйгілі жер. Қамқалы шығанақ шөуі. Осы ауылдың бәрі күйреп отыр врачтан. Осындай врач берулеріңізді өтінемін. Менің есімім Қажыбақан болады. Қамқалы ауылдық округіне қарасты Желекөл ауылының тұрғынымын. Біз ауылға мәселесі дәрігер керек. Дәрігер ауылда Өткелбаев Қуаныш деген жігіттің үйленген, Алматыда тұрады. Келіншегі врач екен. Сол ауылға келуге ниеті бар екен. Соған ауданда дәрігерлік басқармадан бір көмек болса, Желекөлге сол врачты алып келетін жақсы болар еді. Қазір врач жоқ. Қалай балаларыңыз болса ауырып қалса бір қалай не істеп жатсыздар? Жағдайларыңыз қалай болады врач жоқта? Бұл жерде скорый бар, скорыймен апарамыз ауданға. Аудан 200 шақырым үстінде, оны бір уақыт кетіп қалады. Скорый болмаған жағдайда машина жалдаймыз. Таразға қарай. Жол алыс. Бірақ бұл жерде былтыр өзі стационар салған жаңадан. Жақсы бар соңғы үлгідегі оборудованиелер қойылған. Бірақ соны бір врач керек болып тұр бізде. Врачқа одайға жеткізген қазір моментте. Сарысудан Жайлаукөл ауылына ат басын бұрғанмын. Бір жағдайлармен келіп ем. Жаңа көрдіңіздер, бір 3-4 қариялар дәрігерлер жетіспейді деп айтты. Өздеріңіз тыңдадыңыздар. Енді мына абер болғанда осы ауылдың келіні болып түскен дәрігердің жолдасыменен, өмір серігіменен жолығып қалдым. Есімің кім болады, інім? Есімім Қуаныш. Қуаныш. Құсың құтты болсын енді ауылға келген. Қазір қаяқта келіншегің? Келіншегім қазір Таразда. Таразда? Не болып істейді ояқта? Не болып істеп жұмыс істеп жатыр? Врач болып істеген 15 жыл стажы бар. Аха. Сол ауылға кезек бар деген ниет бар, подъемный болса. Иә. Енді өзің жеке үйлерің бар ма осы арада? Бір қоныс. Жеке үй жоқ, Енді тентебен сендерге мына үй алуға неге керек болып тұр ғой? Енді анау басшылар подъемный бірдеңелерді айттыңдар ма? Сұрадыңдар ма? Аха. Бірақ әлі шешімін айтыр ол мәселе. Облздравқа мына сержан деген інім бар еді. Жолықтыңыздар ма? Айтып. Сол анда қаражатқа қарап отырсыздар ғой, Қаражат табылып үй алып жатсаңыздар, онда келесіздер ғой, осы ауылда тұрасыздар ғой. Ауылға көмектерің осы ғой. Ауылға көмегіміз осы. Өзің осы ауылда туып өстің ба? Туып өскен осы ауылда. Кім деген кісілердің баласы? Сейхімбай деген. Дұрыс, өте қуаныштымын.